Баршаңызға сәлем. Менің арнама тіркеліп, қолдау көрсетіп отырыңыздар. Әңгіме менің қарындасым. Биыл қысқы демалыста ауылға келгенімде қарындасымның соншалықты тез өсіп, өзгеріп кеткені қатты таңырқатты. Кеше ғана жолда келе жатқанда оны көз алдыма тіптен басқаша елестетіп едім. Орта бойлы, толықша келген, қара торы жүзді, әр кездегі ерке қалпына менімен таласа кетуге дайын тұратын өжет қыз. Шолақтау келген сүйкімді мұрны үнемі күлкі нышанын аңғартып, сөйлеген кезде делбіреп тұратын. Қақ жара өрген қалың қара шашының маңдай алды бұрымына қосылмай бұйралана шоқтанып біткен. Ол кейде желбіреп көзіне түсетін. Осы бір көзіне түсе беретін тентек шашы кейде менің зығырданып қайнатушы еді. Өз-өзімнен қарындасыма тиіскім келіп кететінде аяқ ашу шақырып айқайлап ұрса бастайтынмын. Шынымды айтсам, үйдегі уақытымның көбі қарындасыма шүйліге жүріп, үлкендік ақыл айтумен өтетін еді. Оның бойынан әрқашан қызға лайықсыз міндер тауып кінәлап ұрсушы едім. Ал ұрысқан кезімде ол көзі жапалақтап, бәрін мойындап үнсіз отыратында менің жүзіме сәл жылылық пайда болған сәтте-ақ өзіме қоса езу тартатын. Сол-ақ екен, мені қуақы қылығыммен алаусыратып, ептеп қана еске жылыстатын. Егер менен бұрын есікке жетіп үлгерсе, айтқан ақылымның түгелі зая кеткені. Әлгінде ғана жаудырып отырған қарындасым тордан құтылып дала құсындай ойнақшып шыға келді. Маған қарап тілін шығарып, мақтаншақ, үлкен болғанымен мақтанасың ғой бір деп мазақтап сыртқа қаша жөнелді. Ондайда мен жарылып кете жаздап ызаға булығамын. Артынан қуа шығып, келерсің бәлем үйге деп жұдырығымды түйемін. Кей кездерде оның күнделікті сабақтарын тексеріп қарап сұраулар беріп, өзімше емтиханда алатынмын. Сұрауларым әрдайым сабаққа пәлендей қатысы жоқ. Кездейсоқ болушы еді. Егер қарындасым жауапты дөп қайтара алмай қалса, ұрыстың басталғаны. Бірақ амалғанша ұрысып айтқан ақылымды күле тыңдап, жөні келсе әлгіндей мазақтап кете беретін. Әсіресе осы тілін шығарған әдеті қайдан тапқан білмеймін, қанша айтсам да қоймайтын. Міне осындай ерке қылықты мінездерімен сағындырған соң, сол өжет қарындасым бүгін біртүрлі өзгеріп жат болып кеткен тәрізді. Жүгіріп кеп құшақтай алар деп тұрғанымда, салмақты басып келіп, сабырлы амандасу да ойымдағыдай болып шықпады. Сонда да болса, мен амандықтан соңынан қалай оқып жүрсің, әлі емтихан аламын деп үлкендік әдетімен ескертіп қойғам. Осы сәт қызарып кетті де, дайынмын аға деді. Қарындасының қазіргі жүріс-тұрысы да, сөйлеуі де, тіпті езу тартып күлгенде басқаша. Бойы сұңғақтанып, қара торы ерке жүзі ашаңданған, есейгендік пішін бар. Ойнақшып тұратын отты көздері де байсалды, ойлы қарайды. Шолақ мұрының ұшы үшкілденіп, қырлана түсіпті. Жаңадан тіккізген қызыл дырап пальтосы да өңіне жарастық беріп тұр. Bir сөзбен айтқанда, қарындасым тамаша сұлу қыз болыпты. Қыз деген тез бой жетеді деп апамның талай айтқан есіме түсті. Бірақ мен оның осы әсем сұлығынан гөрі тисе кетуден тайынбайтын ерке қылығын аңсап келіп едім ғой. Ойлап қарасам, айтпады, қарындасым бой жететіндей жасқа келіп қалыпты. Енді бір айдан кейін тура 17-ге толады екен. Орта мектепті де биыл бітірмек. Үйге кіріп жайғасы отырған соң, бірнеше рет онымен бұрынғыдай сөйлеспек болып оңтайланып едім. Сөзіміз байланыспады. Бұрын қала жайын қайта сұрап таңырқап қызыға тыңдайтын қарындасым бұл жолы менің жаңалықтарыма да құмартқан жоқ. Тіптен салдарлы әр сөзден соң өзімнің сөз жалғап әр нәрсені сұрай беруіме тура келді. Қайын сүт қатысуға даярланып жүргенін сұрағанымда, білмеймін, әлі ойланамын деді, лажсыз езу тартып. Онан соң ойын екі ұшты айтты. Мүмкін ауылда қалармын. Кешкі астан кейін қарындасым сабаққа даярлану үшін түпкі бөлмеге кетті де, біз апам екеуміз ас бөлмеде шай ішіп оңаша қалғанбыз. Апам алдымен менің институттағы хал жайымды, оқуды қашан бітіріп, қайда жұмыс істеуге баратынымды тізбелеп сұрай бастайды. Дәл осы жайларды апам бұрын да бірнеше рет сұрап біле тұрса да, бұл жолы әдей сөз болсын деп отырғанын белгіледі. Сондықтан бұрын әдетінше айтқанымдай оқуымның бітуіне әлі 2,5 жыл боларын, мүмкіндік болса, бітірісімен агроном болып өзіміздің ауылға келетінін тағы да қайталап айтып бердім. Ауылда болып жатқан жаңалық өзгерістерді сөз еттік. Апамнан естідім. Орта мектепті бітірген біздің ауылдың бірталай жастарын колхоз ауыл шаруашылығының түрлі саласы бойынша мамандар даярлайтын техникалық курстарға, жоғарғы оқу орындарына түсіруге даярлыққа жіберіп жатқан көрінеді. Әлгі Даукенің баласы Нұрланды білушімен аса жақсы білмеймін дедім. Менің сыртта оқығаныма талай жыл болғандықтан өзімнен соңғы балалар жақсы білмеуші едім. Осындай демалыстарға келгенде олар ойда қырда жұмыста болады да менімен кездесе бермейтін. Жасыратыны жоқ, мен
де өзіммен кейінгі жастармен танысып істес болуды ойлаған емеспін. Тек кейбір үлкендердің осы апам атаған Нұрланды мақтаған есімде. Естуімше, ол өткен жылы орта мектепті бітірісімен өзіміздің ауылдағы электр станциясына жұмысқа кірген. 3 айдай монтердің көмекшісі, онан кейін монтер болып істейді дейтін. Нұрлан қазір қайда деп сұрадым. Станцияда. Техник дейме, не деуші еді, соның көмекшісі. Жақсы еңбек етіп табысы мол бір үйдің иесі болып қалған баланы колхоз енді 3 жыл оқуға жібергелі жатыр. Бет алды оқи бергенше несі жақсы дейді апам, жақтырмаған пішінінде. Мен апамның сөз төркінін түсіне қойдым. Ол кісінің ойынша менің ауылға сирек келуім, өткен жаздағы практикамдағы басқа колхозды өткізуім, далада жүріп жатбауыр болып кеткендіктің салдарынан деуші еді. Көрші кемпірлермен сырласа отырып. Көрші, ананың көңілі балада, баланың көңілі далада деп бір жылғар бекер айтпаған екен деп талай күрсінгені есімде. Міне, Нұрлан туралы сөз қозғағанда көмейінде тойлар жатқан болар деп түйдім. Біреудің баласында не жұмыс бар десеңізші. Оқығаны дұрыс қой апа деп мен Нұрланға шын тілектес екенін білдірдім. Жауабым апама ұнамай қалды, білем. Бір шыны шайды ішкенше төмен қарап үнсіз отырды. Ескірген бәтес орамалын тершіген маңдайын сүртті де үстіңгі жағы қамытып жабылған терезеден сырттағы қараңғы түнге қарады. Әлимаға қатты сөз айтып ренжітіп алып жүрме деді. Әлден уақытта бағанадан бері айта алмай отырған сөздерін түйіндеп. Тосын айтылған бұл сөзге мен не дерін білмей аңтарылып қалдым. Бұрын қарындасыма ұрысқан кездерінде әсте арамызға түсіп көрмеген кей уақыт Әлима жылап кеп мені шағыстырғанда ештеңе етпейді, өз ағаң ғой, сені жаман болсын дейме деп жұбататын. Ал апамның қазіргі сөз сыңайынан Әлимаға алдын ала араша түсіп отыратын жақсы сездім. Менің ұрысуыма ендігі жерде жол бермейтін анық еді. Аз да болса көңілім кірбің алып қалғандай. Қазбалап ештеңе сұраған да жоқпын, сұрағым да келмейді. Ертеңінде түсте қарындасым мектептен тұнжырап өте көңілсіз қайтты. 10-шы кластың сабағы ауыр тиіп жүрген болар деп мазалаған жоқпын. Оқу құралдарын қойған жерден өзім барып, оның күнтегін тауып алғам. Мені қимылымнан көз айырмай тұрған Әлима бозарып кетті. Аға, есіңі рұқсат сұрамайсыз ба деп салмақпен ақырын ғана. Ыңғайсызданып қалдым, сыр бермеуге тырысып. Мен сенің бөтенің емеспін, рұқсат сұрамауың міндет емес дедім. Мұнан әрі оған еш көңіл аудармастан күнделікті ақтарып қарай бастадым. Жаңа ғана бетіме ызғары тепкен ашуым қайтып, еріксіз ризалық білдіруіме тура келді. Күнделіктің алғаш беттеріне бастап кілең бестік бағалар тізіліпті. Тек бүгін ғана физикадан 3 алған екен. Қарындасымның жабырқауын осыдан болар деп ойладым. Өзінің алтын медалға кандидат екенсің ғой дедім, көңілін ауламақ болып. Ештеңе етпейді, бір 3 деген немене? Алимада үн жоқ, сұп-сұр болып орнынан қозғалмай отыр. Әлгінде көзінен байқаған қалжыраумен шаршағандық мұңға айналыпты. Алима, саған не болған? Әлде біреу ренжітті ме? Қарындасымның сүйкімді жұмыр егі дірі қағады. Мөлдіреген жас бетін жол сыза сырғып барып тамып кетті. Ештеңеге түсіне алмай мен күндегін орнына қой бергенде арасынан 4-ке бөлінген сурет сығып кеп аяғымның астына түсті. Еңкейіп ала бергенде, аға өзіме беріңіз, жаным ағам деп жылап келіп қолыма жабысты. 4-ке бөлінген жігіт суретін анықтап көре алмастан қарындасыма қайтып бердім. Не дерімді өзім де білмедім. 2 күн өткенше қарындасым маған үлкен жұмбақ болды. Өзімді қапаландырған жайды сұрауға еш мүмкіндік болмады. Мен жанына жақындасам болғаны ұялатын болу керек. Ар нәрсені сылтауратып Әлима тайып отырады. Оны бер жағында маған шын айтпайтындары бір көрсетті. Тас түйін боп бекініп алғандай. Амалсыздан қолайлы бір кезді күтіп, сабыр етумен тура келді. Түпкі бөлмеде оңаша кітап оқып отырғам. Күн сәскеден ауып қалған. Бір кезде терезе алдынан жас жігітпен аласа бойлы сары қыз өтті де, аздан кейін сыртқы есік қағылды. Әлима көрші бөлмеге ыңылдай әндетіп жүріп ести қоймаған соң шығып есік аштым. Мен күтпеген болу керек, қыз да жігіт те қысылып қалды. Екеуі қосарлана амандасты да Әлиманы сұрады. Үйде екенін айтып, ішке шақырғанша болған жоқ. Біздің дабырымызға қарындасым да шықты. Алдымен маған қарап қызарып кетті де артынша есік алдынан ыңғайсызданып тұрған жас жігітке бұрылды. Спортшылардың шолақ тонын киген бойшаңдау қара торы жас жігіт кінәлі жандай төмен қарап үнсіз тұр. Нұрлан сенен кітап сұрай келді деп жігіт 3 жауапты аласа бойлы сары қыз берді. Кешірек көздер Әлимаға жаудырай қиыла қарап имені жыпылықтайды. Жүзінде жұмбақтық бар, бір сыр бар сияқты. Ал мен сенімен бірге сабақ оқығалы келдім. Өз-өзінен дір-дір еткен қарындасым тістене тұрып әзер үн қатты. Қандай кітап керек деп сыбырлағандай ақын сөйлеп, енді сәл болса жылап жіберетіндей көрінді. Нұрлан не дерін білмей сипалақтап қолайсыз жағдайға қалды. Қарындасының осы сәттегі маған бір түрлі жат оғаш мінез көрсеткенін ұнатқан жоқпын. Мұның қалай Әлима, алдымен жолдастарыңды үйге кіргізіп, сонан соң жөн сұрамайсың ба? Кәні Нұрлан, үйге кір деп осы жерде өзім өктемді кеттім. Нұрлан бөлмеге кірген соң қипақтап бірден отыра қоймады. Өте асығыспен қазір кетпек едім дей берді.
Бұл сөздің әлде маған, әлде Алимаға арналғанын түсіне алмадым. Сонда да өзара қысылмай еркін сөйлессін деген оймен түпкі бөлмеге кіріп кеттім. Неге екені белгісіз көңілім тыныштық тауып отыра алатын емеспін. Есік пен төрдің арасында әрлі-бері жүрдім де қойдым. Күнбатыс жақтағы жалғыз терезеден әлсін-әлсін сыртқа қараймын. Бұл терезенің ауылдың батыс жақ бір бөлігі, және станцияға қарай баратын тас жол анық көрініп тұрушы еді. Осыдан 2 жыл бұрын тас жолдың екі жағында мектеп оқушылары отырғызған жас теректер ол күндерде бой тартып көзге ыстық көрінеді. Тас жолға қараған сайын оқуға алғаш аттанған кезімді ойыма түсетін. Анық есімде, анау төбенің күншығыс жағындағы жол бұрылысында машинаға отырғаным. Басқалармен бірге мені мектепте құрбым Сәуле шығарып салып еді. Сондағы Сәуле қош деп машина соңында телміре қарап ұзақ тұрғаны әлі күнге көз алдымда. Ол екеуміз айлар бойы хат алысып тұрдық. Сәуле ол туралы ондағы жаңалықтар жайында көп жазатын. Ал мен болсам өзін көрген жоқпын. Қаланың жаңалықтарын қалай жазамын? Сылап өтіп жауапты шолақ қайтарушы едім. 7 айдан кейін менің ең соңғы хатыма жауап келді. Менде қайтып хат жаза қоймадым. Осылайша арамыз үзілген еді. Кейін ауылға келгенде естідім. Сәуле көрші колхозда тұратын біреуге тұрмысқа шыққан екен. Жүрегімде ауыр мұң пайда болды. Мен оның сүйетімді сонда ғана сездім. Амал не? Қолда барда алтынның қадір жоқ деген. Тек жастық шақтағы достықты еске түсірмей ғана тынғанмын. Сондағы Сәуле мені шығарып салып қоштасқан тас жол тереземнің алдында ескерткіш болып қалған. Қазір сол жолдың үстінде тықыршық атқан қос атты шана әлдекімді күтіп тұр. Үстіндегі буыл түйген жүгіне қарағанда алыс сапарға жүретін жолаушының тәрізді. Онан арыда мұнарланған қысқы аспан буланған әйнек бұлыңғыр тартады. Біраздан кейін терезенің алдынан әуелі бұлтаңдай асығып аласа бойлы сарғыз, артынша іле-шала киінген қарындасымен Нұрлан өтті. Сағатына қарап қойған Нұрлан әлденен айтып асықтырып барады. Алима бағанағыдай емес, оның айтқандарын үнсіз тыңдауда. Бұл жол сол жүріспен ешқайда бармастан әлгі жол үстінде тұрған жалғыз шанаға жетті. Ол жерде екеуі біраз тұрды. Алима тұқиған қалыпта Нұрланның омырауын шұқылап тұр. Нұрлан болса сәленке бере басын тез көтеріп алады. Ат басын сіресе тартып отырған адам ақырындап жүре бастады. Нұрлан біресе жүріп баратқан шанаға, біресе Алимаға қарап жалтақтайды. Кенет ол маған қызғанышты да ерекше бір сезім тастап, Алимаға оқыс еңкейді, шана соңынан жүгірді. Қос ат шананы алға сусытып ала жөнелді. Апамның анау күнгі айтқаны рас болды. Қап, маған неге кірмей кетті, әлде ұялды ма екен деп ойладым. Қарындасым сол орында қыбыр етпестен шана соңынан қолын бұлғап қала берді. Мүмкін көзінен жас та келген болар. Маған қош деген сабырлы үн естілгендей сезілді. Қарап тұра беруге дәтім жетер емес. Күрсініп бар диванға жата кеттім. Шым-шытырық ойлар маза бермейді. Барлығы да қарындасым туралы. Бөлмеге кірген апам неге екенін білмеймін, мен ұйықтап жатыр деді ме, болмаса тыныштықты бұзғысы келмеді ме, әйтеуір есік алдында біраз үнсіз тұрды. Жүзіне бұрын мен байқамаған әжімдер пайда болған. Жайлап жүріп келіп стол үстінде кітапты ақтарды. Нұрлан оқуға кетті деді әлден уақытта қапаланған көңілімен. Оқығаны дұрыс қой. Бұл жолы да апам менің жауабымды ұнатпады. Көп уақыт үнсіз отырды. Бір кезде терезе алдынан жүгіріп басып қарындасым өтті де екі иіннен алқына дем алып үстімізге кірді. Тіптен біз күткендей емес, балғын жүзінде қуаныш ойнап тұр. Келген бойда апамды қапсыра құшақтап бір айналдырып билеп шықты. Апам ыңғайланып әлден айтпақ болып еді, бірақ Алима ырық бермеді. Апатай, керек жоқ, ештеңе айтпаңызшы. Сіз қалай десеңіз де бәрібір мен оған сенемін деді. Апамның құлағына жалынышты сыбырлап. Қарындасымның сол баяғы ерке қалпына, байсалдылық еніп, сұлулығына басқаша бір жарастық беріп тұр. Тек көзінде ғана жан білмес терең сыр бар тәрізді. Алғашқы махаббаттың сәтті болсын қарындасым деймін іштеймен.